Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жусан өсімдігі туралы болмақ. Қазақ үшін қасиетті өсімдік саналатын жусан өсімдігінің адам денсаулығына пайдасы туралы осы видеодан көптеген ақпарат алатын боласыздар. Ең алдымен жусанның қай жерде қалай өсетіндігі туралы айта кетейін. Жусан астраллар тұқымдасына жататын көп жылдық, кейде 1-2 жылдық шөптесін өсімдіктердегі, көбіне шала бұта. 200-400 түрі бар екені белгілі. Қазақстанның барлық жерлерінде шөлейтті далада, таулы жерлерде өсетін 81 түрі бар. Жусанның биіктігі 10-60 см, кейде 1,5-2 см болады. Сабағы тік немесе жерге жайылып өседі. Жапырағы кезіктесіп орналасқан, қауырсын тәрізді, шеті тілімденген, кейде бүтін жиекті. Ұсақ гүлі қос жынысты, сары түсті, себеттері көп, әбден піскен кезде шашыраңқы иіліп келген сыпыртқы гүлшоғырын құрайды. Шілдеден қыркүйекке дейін гүлдейді. Жемісі тұқымша. Жусанның 17 түрі сирек кездесетін эндемик түрге жатады. Ал Қазақстанда ғана өсетін бір түрі дәрмененің дәрілік шөп ретінде ерекше мәні бар. Шырғалжың жусанның жапырағы мен сабағын жеуге болады. Құм жусанын құм тоқтату үшін пайдаланады. Арасында улы да кездеседі. Оны мал жемейді. Жусан құнарлы мал азығы, дәрілік, бояуыш, тағамдық, витаминді, эфир майлы өсімдік. Жусан жер бетінде өсімдіктердің ең аштысы, оны пайдалы жақтары жетерлік. Латындар бұл шөпті артемизия деп атайды. Жусанның бастапқы отаны Палестина мен Мысыр елі болған деген деректер бар. Ертеде оны арабтар киелі шөп деп те атаған. Ал қазақша дәрмене деген атауы дәрі міне деген мағынаны білдіреді. Ата-бабаларымыз ертеден-ақ бұл жусанның сабағы мен тамырының тұнбасынан тәбет ашуға, асқазан ішектің қызметін жасататынын білген. Римдіктер жусан тұнбасын асқазан ауруларын емдеуге пайдаланған. Ал қытайлықтар аяқ киімдеріне жусанның жапырағын салып жүрсе, тамаққа деген тәбетін арттырады деп есептеген. Жусан теңіз саяхатшыларының түрлі теңіз ауруларынан сақтайды. Бір нәрсеге қапаланғанда жусан иіскесеңіз, көңіліңіз орнығады. Ұйқысыздыққа ұшырағанда жастығыңыздың астына жусан қойсаңыз, көзіңіз тез ілінеді. Жусан бөлмедегі ауаны тазартып, жүйкені тыныштандырады. Тіпті мұншаға түсерде жусан жапырақтарын пайдалануға болады. Үйге бірге құмырсқа толып кетсе, жусанды қайнатып, соның суымен жуамыз. Содан кейін үйге ешқандай жәндіктер жоламайды. Жусанның құрамында гликозидтер, флавоноидтер, органикалық қышқылдар, микроэлементтер мен витаминдер бар. Жусанның емдік қасиеттері әртүрлі ауруларда, асқазан ішек жолдары, гастрит, тері ауруларында таптырмас ем болып саналады. Қазақстандық дәрігерлер жусанның емдік қасиеті бар дәрі жасаған. Ол өт жолдарында асқазан мен тері ауруларына ем. Қазақстанның ұлттық ғылым академиясының академигі Серғазы Әдекеновтың басшылығымен жусанның арглабин атты дәрі жасалыпты. Қазір бұл дәрі ақш, Ұлыбритания, Жапония, Қытай, Германия, Швеция және тағы басқа елдерде таралып, қатерлі ісік ауруына қарсы қолданылуда. Жусан сөлі тәбет ашады, ас қорытады, әртүрлі микробтарға қарсы тұрады. Химиялық медицинада жусанның шырыны әртүрлі ауруларға пайдаланылады. Өсімдіктердің жаңа сөлі әсіресе қараңғы жерде ұстағаны туберкулезді емдеу үшін қолданылады. Халық медицинасында дематикаға қарсы дәрі ретінде қолданылады. Жусанның су тұнбасы тәбетті толықтай ашады. Сонымен қатар демікпеде, асқазан ойық жарасында, асқазан ауруларына қарсы қолданылады. Қорыта келе қазақ үшін жусанның жөні бөлек деп те айта аламыз. Біздің таламызда өсетін аталмыш өсімдік туралы толығына тілге тиек етуінің себебі де осыдан. Алайда даламыздың сәніне айналған жусан өсімдігі жайында қаншалықты жақсы білеміз. Ол дәрілік өсімдік, сондай-ақ басқа да қасиеттері аз емес. Өкініштісі, біз оны бағалай алмай жүрген жоқпыз ба? Егер де сізге видеом ұнаған болса, комментарий жазып, лайк баса кетуіңізді ұмытпаңыздар.